Ал қайырлы кеш асылдым, жер анамызбен бірге. Алдағы уақытқа болжам не күтіп тұр бізді? Әрине болашақ. Махаббат. Аңсап жүргендерге жақсы жаңалық. Сенбеймін дейді. Қас көреміз, сенбейді сенімдеріміз. Иә, екі ойдан керек па, керек емес па дейді. Оданша жұмысын істеп жүре берем дейді көбі. Бірақ Құдайдан қашып құтыла алмайсыздар. Реніштеріңіздің бәрі, сіздің жүрегіңіздің қамалғандардың бәрі Құдай сізге сондай бір керемет адам жібереді, жүрегіңізді елжіретіп жіберетіндей. Сіздің қиялыңыздан да. Мына көкем. Не дейді бұл көкем? Жақсы көреміз сен дейді. Саған қарыздармыз дейді. Жақсы жігіт жібереміз саған дейді. Әдемі, күшті ана ата-анасын дейді. Отбасын, аузын жиып болған жоқ, отбасын үйіткісі боласын дейді. Той, Құдай қаласа, жолдарын ашық болады деген. Демек, жақын арада ұлы күштер сіздерге жүрегі ауырып, махаббатқа бүйтіп қол сілтеген, ондай жоқ болды. Сол бір ешек үшін өмірін сарп еткен, бір оңбаған үшін өмірін өшіргендіге, жаңа ұлы күштер, мындай керемет ғажап ұлы күштер сіздерге өте керемет періштелерді мына жақта ойпырмай жер мен көкте сізде көмек бермекші ғой сіздерге. Сондықтан күтіңіздер. Басқа айтпа дейді. Жарайды, әділдігімен басқа айтпақ қой дейді. Жарайды, тағы қандай ақпарат? Жарты жүрегі жарымдар, жүректері қатты қиналып жүргендер өз жарларын табар екен. Құдай қаласа, шын жүректен сіздермен бірге тілектеспін. Тағы қандай жеңіске жетесіз дейді. Жоқ, бұл жерде махаббат тақырыбында жылап жүргендер. Мына жақта ең соңында бөпелі боласыз ғой. Бүгін үйленсе ертең, баяғыда апам сөйтіп айтады марқұм. Бүгін қатын алса ертең ұл туады деп. Күтіңіздер, Құдай қаласа. Құдай қаласа.